Akım mansabı var. Ертең бұл кісілеріне не болады? Қытай келсе айырылады бәрінен. Жип бар, кабинет бар, жайлы кресло бар. Ол бәрі уақытша. Қытай келсе бәрінен айырыласыңдар. Ең басты билік маған Назарбаев айтты. Билік түсіндіру керек. Акым келіп отыр, жақсы. Енді жерден халықпен санасу керек қой, мына жерді қазақ халқы сондықтан санасу керек. Әрбіреуін қазақтың ұлысыңдар, қыздарсыңдар. Қарсылық білдіру керек. Бәрі қызметімен жауыз сүктей. Ертең айырыласың бәрінен де. Жерден айырыласың. Қазмен перезвоню. Сатқан қазақтың азаматтары. Ол далада жүрген, міне менде ақшам жоқ, маған айтады, ақша береді. Шет азамат. Міне, бәлеше. Сен менің ана жерімде тұрасың, не беремін? Временно. Жоқ, сонда ол Қытайдың қолына кетеді. Сол бойынша емес. Біз ерімізде Қаттырақ сөйлеңіз, қаттырақ. Акиматтың өз алдына барайық. Қандай проблемаларыңыз бар? Мен сіздерге айтып жатырмын, өздеріңіз шешесіздер ғой. Адам құсап сөйлесек деген сөз ғой менің. Түсіндіңіз ба? Мен сіздерге азғырайын тұрғаным жоқ. Егер бәріміз бұл көтеріп жатқан сіздердің не болса, біз бұны астанаға жеткіземіз міндет. Айтамыз бұның бәрін. Бұл бекерден қалмайды. Бірақ енді сіздер ойламаңыздар. Тек қана сіздердің мына басқа мемлекеттік басқа адамдардың қаны жоқ, жаны жоқ. Біздің де жанымыз ашиды. Жерге сондықтан бұның бәрін ақылмен шешу керек. Жақсы ма? Заңмен, ақылмен. Жерді сатайын ешкім жоқ. Бізде айналайындар атындасаңыздар. Сіздер көпсіздер мен бір мен қазақ болғаннан кейін сіздердің осы мемлекетке бізді жібергеннен кейін бәріміз бір болғаннан кейін алдарыңызға келіп тұрмыз ғой. Мына әкімнің орынбасары келіп тұр, әкім келіп тұр, мен келіп тұрмын. Бәрін тыңдайық, сіздерді қағазға түсірейік. Қазір егер не қылсаңыздар, адам құсап ақтымыз алға отырып қалдайық. Соны мүдделі орындарға жіберейік. Соған келсе, қазір мен бір сұрақ сіздер, конечно. Сіз жерді жанға беруге аренда қаласы беруге қарсысыз ба или қалай? Қарсысыз ба айтсайшы? Қазір Арендадан Сіз соған келсеңіз қорқасың ба айтыңыз қорқам деп. Менің арымды сіз өлшемеп көрсеңіз. Жоқ, ойыңызды сұрап. Мен заңға қызмет еткен адам. Сіз жоғары жақтан не айтады? Қандай заңы бар қазір? Сол заңға бағынуымыз керек. Ал егер ол заң бізге, біздің тыңдасаңыз, тілді саған Құдай саған ғана білмей, маған да білген тыңдасаңыз айтады. Мен талай айтамын. Мен заңның адамымын. Мен заңның адамымын. Мен алдайын деп тұрған жоқсың. Жоқ, азаматтар сыйлайды. Қарындастар, тыңдасыңдар. Тыңдайық. Мен заңның адамымын. Заңға бағынуымыз керек. Заң егер әрқайсымыздың ойымыздан шықпаса,
онда қағазға түсіріп жіберейік. Қарасын. Оған сіздерге бір-біріміздің арымызды өлшейтініміз Алла емес. Солай ма? Солай. Сондықтан айналайын. Аға, былай президент енді Сіз өз ойыңызды айтпадыңыз ғой, жер туралы. мен айтпаймын. Мен заңның адамы, мен заңға бағынам. Бүгін қандай заң, сол заңға мен бағынам, сол заңға қызмет етемін. Көңілдеріңізден шықпаса оны Бог жидесе, Бог жидесе. Мені қорлаудың қажеті жоқ. Мен де сендер сияқты азамат. Түсіндір ме? Ол жүрсе деген түсіндір ме? Давай, намысқа тимеңдер. Жақсы? Ақжағалылар барып отырсыздар ғой осы іске. Ақжағалылар барып отырсыздар ғой осы іске. Енді былай заң қабылданды. Енді сіздердің бір сұрақ Заңда жазылған ба? Емес халықпен санасы деген. Бұның бәрі алдала. Сонда заң неге алдала халықпен ақылдаспайды? Референдум қайда? Жоқ, міне мынау болды şimdi. Адамдар Назарбаев айтқан арендаға бермеу керек. Тыңдаңыздар ағайын. Мына бір-бірімізді тыңдамасақ, ол сөз ешкімге керек болмайды. Біздің айтқанымыз орынды, бірақ заң қазір қабылданды. Егер заңмен басқа бір нормалармен келіспесе, оны жазу керек. Жоқ, біз жазып жатқанда кетеді ғой жеріміз. Сол болғаннан кейін алдыңа кетіп тұрғанымыз жоқ қой бәріміз. Заң халықпен. Ол заң қабылданғаннан кейін керек емес той келген уже. Қабылданбай тұрып келу керек. Халықпен біз халыққа қызмет етуіміз керек. Бірақ біз құл емеспіз. Бірақ ол бір болмаймыз. Естімізді құл болмасақ болмаймыз мен оған сенімдімін. Болмаймыз. Мына елдің осындай пікірі болғаннан кейін мемлекет бізге айтты ғой, барыңдар, сөйлесіңдер, тыңдаңдар еді. Енді біз сіздерді тыңдап, адам құсап, бәріміз бар вақтымыз алға түсіріп, ойларымызды айтып, қағазға түсіріп жіберейік. Одан бір нәрсе өзгере ме? Ағайын, сіздерге жиналма дегенмен осы өздеріңіз шешеді. Бірақ менің айтып тұрғаным, тыңдашы. Жас жігітсің ғой. Одан не өзгереді? Ештеңе нәтиже шықпайды. Ештеңе нәтиже шықпайды. Потому что бізге тапсырма. Сол жерде трибуна бар. Микрофон қосып береміз. Акимат алыс емес пе жүрді? Олар біліп тұр осының бәрін осындай жағдайға жеткізетінін. Неге халықпен санаспай Енді қалай айналайын ау? Қуаттау, сен өзің семен бар ма? адамды ашындырып Сен семенді де өзіңнен бір разына жасын деп олашты. Келмен, басқа. Енді, тыңдасақ Өзден басқа нәрсе бол. Қаралайын болған. Бұлай ойларыңыз болса, қағазға түсірейік бәрі. Қалайсыздар, құрметті жерлестер. Менің атым Майра Абенова. Енді мен осы семейдің азаматшасымын. Кейбіреулеріңіз танимын, білесіздер. Сондықтан ең бірінші айтатыным, мен кішкене мұғалім болсам да заң білетін адаммын. Сондықтан бірінші
заң жоқ жерде тәртіп жоқ. Дұрыс қой? Я сондықтан мына Қазақстан азаматтары болғандықтан біз заңға бағынуымыз керек. Өкінішке орай, біздің мемлекетте 25 жылда кейбір адамдарға заң бар, кейбір адамдарға заң жоқ. Екінші, мына біз аяқ астынан жиналған жиын, ол енді мына бізде конституция бар. Конституцияда жазылған, жаңа мына жігіт дұрыс айтты. Біз бәріміз өзі түрімізге, жасымызға қарамай, өкіметтің несіне араласуға құқығымыз, ісіне құқығымыз бар. Өз пікірімізді айтуға да, шеру жасап, осылай митинг жасап, айтуға құқығымыз бар. Но бірақ ол конституциядағы біздің құқығымыз бір заңмен шектелген. Ол енді юристерге не? Ол алдын ала әкімшілікке арыз беру керек. Сондықтан мен айтарым, міне біз қазір Семейде ұйымдастыру комитет құрдық. Соған кірем деген адамдар кіріңіздер. Значит, бұл жиындарды мына жерде жиылған адам енді бәрі емес, көбі келе алмай қалды. Өйткені колледжде жамақ қамап отырсыңдар балалар. Сағат 5-ке дейін қамап отырсыңдар. Мүмкін ол қазір Жастарды қамап отыр. Бүткіл колледждің балалары егер де шығатын болсаңдар, сабақтан шығады. Сабыр. Мынандай жиындар керек. Мен тұра тұрыңыз. Баяғыдан осы біздің облыстың әкіміне де айтып отыратынмын. Халықпен баяғы заманда ата-бабаларымыз санасатын, ақылдасатын, пікірін сұрайтын. Бұл жер туралы заң, әрине, бәріміз қазақпыз. Қазақ болмасақ та қазақ жерінде тұратын қазақстандықтармыз. Бәрімізге байланысты. Ертең келешек не болады, балаларымыз не болады, жеріміз, ата-бабаларымыз сақтап қалған жеріміз не болады деген жағдаймен осында жиналып отырмыз. Бірақ, значит, ол нені көрсетеді? Біз көбінде өзіміз де кінәліміз. Келісесіз бе? Көбіміз заң білмейміз. Жоқ, енді тоқта деп тұрған жоқ қой. Айта берейін ба? Вот тұра тұрыңыз. Құқымызды білмейміз. Заң қандай заңдар қабылданып жатыр, оны да білмейміз. Қазіргі кезде мына білім саласына байланысты, сосын мына коллекторский компанияларға байланысты заңдар қабылданып жатыр, я? Біз неге қатыспаймыз? Сондықтан, тұра тұрыңыз, мына Нұр Отан отыр, Ақ жол отыр, партиялар. Солар неге мына бізбен ақылдаспайды? Дұрыс қой. Сондықтан, енді аяқтайым. 21 күні Қазақстан бойынша, мамыр күні, кешіріңіз, 21 мамыр күні Қазақстанда, міне, прокурор, облыстың прокуроры тұр, рахмет, қаланың әкімі келіпті, рахмет. Мен ашық айтып тұрмын, Қазақстан бойынша құрылған Алаш жолы деген азаматтық қозғалыс құрылған. Сонда қазір бізде Семейде соның несі енді ұйымдастыру комитеті кеше құрылды. Қай жерде? Дулатова көшесі 1, милицияның үйі, Мир Ковров, Герцена көшесінен 1-ші пәтер. Суббота күні сағат 2-де енді жиналамыз, ақылдасамыз. Бұндай нәрселерді тоже ақылмен, сабырмен өткізу керек. Заңмен, дұрыс айтасыз. Мен де заңға қарсы емеспін. Давайте қазіргі заңдарға бағыну керек, правильно? Бізге қан кереу жоқ, төбелес кереу жоқ. Оны енді келісім бере ма жоқ па? Міне сіздердің көзінше айтып тұрмын. Біз береміз мына арызды. Келісім бере ма, бермей ма? Бәрібір митингіға біз Қазақстан болып шығамыз. Бейбіт шеруге шығамыз. Сондықтан бүгінгі енді талап қойып, бірдеме жасап, ол енді ешқандай несі жоқ, дайындық жоқ мен ойымша. Дұрыс қой? Жоқ, оны 21 күні Қазақстан бойынша. Сосын